Желтоқсанның 6 мен 12 аралығында еліміз бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған 280 іс-шара өтті. Осы аптада тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында елбасының тәуелсіздік тағылымы мақаласы жарыққа шықты. Біз тәуелсіздікке бейбіт жолмен қол жеткізсек те, оған барар жолда бабалар қаны аз төгілген жоқ деп жазды Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасы өз мақаласында елдің жаңа тарихына әсер еткен тарихи оқиғалар жайлы сөз еткен. Пандемия әлемді жаңа күшке, жетекші тенденциялар мен алдағы қауіп-қатерлерге негізделген жаңа геосаяси трансформацияға бастады, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Тәуелсіздік күні қарсаңында еліміздің 30 жас азаматы президент қолынан тәуелсіздік ұрпақтары грантын алды. Мемлекет басшысының бастамасымен гранттар егемендік кезеңінде дүниеге келген жастар үшін арнайы бөлінді. Айта кетерлігі, жобалардың басым көпшілігі экология және табиғатты қорғау тақырыбына арналды. Елордада әлемнің түкпір-түкпірінен келген белгілі қоғам қайраткерлері, сарапшылар мен ғалымдар бас қосты. Олар Қазақстанның 30 жылдық тарихындағы елеулі жетістіктерін талқылап, еліміздің одан әрі қарыштап дамитынына сенім білдірді. Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Пан Ги Мун, Түркияның экс-президенті Абдулла Гүл және тағы да басқа танымал тұлғалар қатысқан жиында елбасының республиканың жаңа тарихын құрудағы ерен еңбегі жайлы да айтылды. Қазақстан 30 жыл ішінде елге 370 миллиард ақш доллары көлемінде тікелей шетелдік инвестиция тартты. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінде өткен форумда белгілі болды. Аталған инвестиция Қазақстанды ТМД бойынша қуатты экономикасы бар, қарқынды дамушы елге айналуға жол ашты. Осы аптада ел өңірлерінде тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған салтанатты шаралар өтті. Қазақстан мен аймақ жетістіктерінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі орасан зор. Осыған орай, мереке құрметіне облыстардың көрнекті тұрғындарына мемлекеттік наградалар табысталып, жаңа өндіріс орындары іске қосылды. Тәуелсіздіктің мен үшін маңызы онлайн челленджі жалғасып жатқандығын естеріңізге саламыз. Бүгінге дейін 8 мыңнан астам қазақстандық азамат әлеуметтік желіде тәуелсіз елде тұрудың ерекшеліктері жайлы оқиғаларымен бөлісті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30 жыл KZ сайтында таныс бола аласыздар.